Ассалаумағалейкум, қадірлі құрметті достар, көрермендер, қалқуаттарыңыз қалай? Көктем келіп, қуанып ой шіркін. 1 наурыздан бастап алғыс айттық. 8 наурыз аналарды, апаларды, қыздарды құттықтадық. 14 наурыз біздің жақтың салты бойынша таңнан тұрып, ағайын, туыс, көрші, қолаң, осы елде, осы жерде кімді танисың, барлығын үйіне барып көрісіп шығамыз. Әр үйден дәм татып деген сияқты. 22 наурыз келе жатыр. Соның бәрі қызық тіршілікте. Бүгін енді мынау қойларды жемдеп, бұйырса ертең бағымға кетеді, ішінен туатындарды алып қалам, желін салғандарды. Бойдақтар кетеді мынандайлар. Салпанқұлақ қой бүгін сатылып жатыр. Ең бірінші қой ұстаған кезде төлемнің басы еді, бұл да 19 жылдың төлі болу керек осы. Әлде 22 жылдың бе екен. Қателестім мен, нақты айта алмайын. Осылай мына ағайындар. Да, 2 ешкі болған, біреу еркек, біреу ұрғаш. Еркекті өткенде ауылдың балаларына көкпар ойнатып соған салып жібердім көкпарға. Мынау тентек енді осының ішіне түсіп алып жеп кәдімгідей. Осылай тұрады. Мына жерде сулары қасында. Жақсы әйтеуір. Мына жақта мынандай ханымдар тұр. Бұларды да қырға жіберем. Мына сиыр туды, Алланың қалауымен. Михон деген сиыр. 1 айдың жобасы болып қалды туғанына. Айхон қасында сарғалдақ. Таспағымен енді тайғашарға шығады енді. Мына былтырғы төлі, бегі құнажынға шықты. Мынау Зихо деген сиыр. Менен де кішкентай бірдеңе тұр міне. Осылар ағайын. Ауланың іші босап жатыр, жұмсақ болып. Бұйырса мына малдар кеткесін бәрін қырып, тазалап, осы жер тегістейтін боламыз. Қайдасын кескентай? Мына кішкентай төліміз, төлдің басы Аллаға шүкір. Ұрғашы туды. Көбіне еркек туатын еді ғой мынау. Баласын іздеп туған жайы бар. Қазір енді қойлар кіргеннен кейін мыналар су ішеді, сосын далаға жіберем бұларды. Мына жерде 2 жабағы қайда десеңіздер, 2 жабағы кетті далаға. Оларды бәрі қиратып, сындырып, быт-шыт қылып, мына жаққа қой тұрады. Мына жерде бастап қырып тазалап жатырмын осындай тегістеп. Осыдан бастап былай қарай кетемін. Сол 2 жабағыны, ұрғаш жабағыны жібердік, үйірге кетті. Түнерікке сиырынан ішін жатып жүр, таза, іші құрғақ. Оқтарын қырып алып тастап жүрмін. Сол ағайын, қазақта айтқандай, тарта жесең тай қалады, қоя жесең қой қалады, қоймай жесең нен қалады деп. Сол басында түсіргенде 4 қойы болды үйде. Сосын оның үстіне келіп 6 бас қосты. Содан осылай біртіндеп көбейді, қазір барлығы 19 бастай. Ертең енді тағы бір жерден бір тұсақпен бір ешкі лағымен келеді, соның барлығын біріктіріп апарып қосып тастайтын боламын. Біздерде күн райы жақсы болып тұр. Күн деген плюске кетті ғой енді. Биыл қыс деген ондай қатты болған жоқ, бірақ аяз сұмдық болды, ай жарымдай ұстап тұрды. 20 градус, 15-25 градус әр кетсе. Сосын қары дұрыс болған жоқ, 2 елі қар жауды, оны тапалап 1 елі қылып тастадық. Одан кейін алдық та еріп кетті. Содан көшелерге су жиналып, бір арасында көшелерді су басатын еді. Биыл ондай болған жоқ. Соған қарағанда енді көреміз, Алла қаласа. Тек қуаңшылық болмай, малдың жем-шөбі шықса, соның өзі жарайды, шүкір деп отырық. Жемдерін жеп мынадан келіп су ішеді міне. Бай кебек. Мынандай үйлеріңізде жасамай қалған морозильник, салқындатқыштар болса,
осылай салып қоясыздар ішіне. Былай кебекті арпамен араластырып, тартылған арпамен бетін жауып қоясыздар. Тышқан түседі демейсіздер, су кіреді демейсіздер. Мынаның ішінде енді бір 5-6 бастай қалды, туатын құдай қаласа. Соларды туғызып алып барам. Оған дейін бойдақтарды апарып тастайын қырға. Жалпы енді күзде видео салғанымда көрген боларсыздар. Еркек малдардың бәрін жоқ қылдым ағайын. Осылар қалып аналықтар қолда. Осыларды реттеп алсам соның жарайды. Алла тағала малымыздың берекесін арттырсын. Қасиет айда тілеген дұға тілегіміз қабыл болсын, оразамыз қабыл болсын. Қой болды. Оразамыз Алла қабыл етсін. Кеше қадір түні болды деп жатырмыз. Мың айдан да қайырлы түндердің бірі ғой енді. Бұйырса 2 күннен кейін ораза бітеді. Оразаға аман жетсек. Алардың бәрін бүгін ветврач шақырып сырғалатып алдым. Ертең далаға қоссам, өзім алымды өзім дәлелдеу үшін. Қазір мына қораға қарағанда, мына қорадан қайырды көріп жатырмын. Іші өте жайлы, ағаштан салынғасын. Ысық кетпейді де, не суымайды да, жақсы болып тұрады. Мына жерді астын шығарып қойғанмын, қырып-қырып тегістеп. Мына жер қалың, мына жер төмен. Бұйырса осының бәрін тазалауға көп күш кетейін деп тұр. Ештеңе етпейді. Таңертең кірістен кешке дейін бітіремін ғой. Адамның қолқы болу керек, зауқы соғу керек бір шаруаны бастау үшін. Ал осылай құрметті қадірлі достар, лайк басып тұрыңыздар, қолдап тұрыңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен ауыл тыныс арнасы. Менде көп уақыт болмай кетті. Бұрындар үйде бос болғанда аптасына бір видео шығаратын едім. Аман есен болайық, жақсы күндерде жолығайық.